Сәлеметсіздер балалар. Бүгін сабағымыздан математикадан 6-шы нұсқаның 1-ші бөлімін талдайық. Так, 3,14 дегеніміз период ондық бөлшекке тең бұрыс бөлшекті тап дейді. Мына ішінде бұрыс бөлшекті табу керек. То есть бөлшектің алымын бөліміне бөлген кезде 3 бүтін одан кейін 14 деп қайталанып шыға беру керек. Сондықтан енді не істейміз балалар? Мыналардың бәрін қараймыз. Барлығы жаңағы бір маңайлас сандар. 310, 11, 12, 13, 14 деген сандар бар ғой. Осылардың ішінен бір сан 99-ға бөлсек, одан жаңаға не деген сан шығады? 3 бүтін деген шығады. 3 бүтін шығады. Сосын оған жаңаға 14-ті қосып отырамыз. Сонда не шығады екен көрейік. Бұлай істеп көрейік сонда. 99-ға бөлгенде 3 деген сан шығады деп, оған 14-ті қосайық, сонда не шығады екен? 14-ті қоссақ, сонда примерно жаңағы 311 деген сан шығады. Примерно емес, точно ғой деймін, 311 деген сан шығады. Сонда біздің жаңағы нетіп отырғанымыз 311 бөлінген 99 деген сан екен. Осыны бөлетін болсаң, ол примерно сонда шығады жаңағы. 3 бүтін, сосын 14 деп арқарай бетіп қайталана береді. Сонда жауабы Е болады. Жауабы Е болады. Жауабы Е болады. Келесі есеп. Координаталық түзуде минус 0,99 және 2,1 сандардың арасында орналасқан қанша бүтін сан бары екенін табыңыз дейді. Сан өсін сызайық та. Мына жерде x, мына жерде 0 деген сан бар. Сосын кейін мына жақта 1 деген сан бар. 1 деп қойайық. Одан кейін 2, мысалы, одан кейін 3 деген сияқты. Одан мына жағында минус 1, минус 2 и минус 3 деп қойайық. Сонда бірінші санымыз минус 0,99 деген ол 1-ге жетпейді. Ол где-то мына маңайда. Мынау жаңағы бізде қандай сан? Минус 0,99 деген сан. Екіншісі 2,1 дейді. Ол где-то мына маңайда деңіз. 2,1 плюс. Осы екеуінің ортасында қандай бүтін сандар бар? 0 деген бүтін сан бар, 1 деген бүтін сан бар, 2 деген бүтін сан бар. То есть 3 бүтін сан бар деңіз. Жауабы Е болады. Келесі. Берілген бөлшек бөлімін иррационалдықтан босатыңыз дейді. То есть бөлшектің астында тұрған түбір астында 2 дегенді жоғалту керек. Түбір жоқ болу керек астында. Сонда берілген жазса болсақ, бүйтіп жазуға болады. Астында үстінде
мынандай санмен көбейтейік. 2 минус түбір астында 2 деген санды үстіне де көбейтіп, астында да көбейттік. Бөлшектің мәні өзгермеді ғой. 2 плюс түбір астында 2. Сосын кейін көбейтілген 2 минус түбір астында 2 деп. Асты сонда 2 санның квадраттарының айырмасы болады. 2 санның квадратының айырмасы дегенде асты жаңағы 2-нің квадраты 4 болады. Түбір астында 2-нің квадраты 2 болады. Үстін тұра берсін осы жақта. 2 түбір астында 2 деп, да? Сонда 2 жақшаның ішінде 2 минус түбір астында 2. Астында 4-тен 2-ні алсақ 2 қалады, я? 2 мен 2 кетеді. Сонда жауабы 2 азайтылған түбір астында 2 деген болады. 2 азайтылған түбір астында 2 ол с болады, да? Вот есептеңіз дейді. 2-ден 3-тің минус 1 дәрежесі қосылған 3-тің минус 1 дәрежесі қосылған жақшаның ішінде минус 2-нің 0 дәрежесі деп. Сонда бұны қалай жазуға болады дегенді. Так, 2-ден 3-тің минус 1 дәрежесі деген анау орын ауысып түседі. Алмен бөлімі орын ауысады, да? Так, 3-тің минус 1 дәрежесі дегеніміз ол 3-тен 1 болады. Қосылған қандай да бір санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Енді ортақ бөлім берейік. Ортақ бөлім бұның 3 болсын да. Мынаған 1-ден келеді, мынаған 1-ден келеді, мынаған 3-тен келеді. Сонда мына жерде 2 қосылған 1 қосылған 3 болады, я? Сонда мынау 6 бөлесің 3-ке тең 2 деген сан шығады. Жауабы Е болады. Келесі. Келесі 5-ші, да? Бестен 7 пи радианына тең болатын мына бұрыштарды жазуымыз керек. Бұрыштарды жазу керек. Қандай бұрыш осыған тең келеді дейді, иә? Не істейміз оны? Просто пи дегенің градуспен ол жаңаға 180 ғой. Сонда 7-ні көбейтесің 180-ге. Оны 5-ке бөлесің, да? 252 деген сан шығасында. 252 градус дейді. Бұл болады жауап, иә? Келесі. Үш қаламмен 4 дәптердің бағасы 170 теңге. Бір дәптермен бір қаламның бағасы 50 теңге. Бір дәптердің бағасын табыңыз дейді. Дәптердің бағасын X деп қояйық, иә? Дәптердің бағасы X болсын. Қаламның бағасы Y болсын да. Сонда 3 қалам десе, 3 көбейтілген Y болады. Қосылған
4 дәптер десе 4 көбейтілген x болады. Сонда осының барлығына төленетін ақша 170 теңге болады. Ал астында бір дәптер мен бір қаламның бағасы дегеніміз ол не дегенсіз? Ол y қосылған x ол 50 болады дегенсіз. Осы жүйені шешу керек, да? Бізде дәптердің бағасын тау керек, то есть x тау керек, Ол үшін бөлшектің астын екінші теңдеуді 3-пен көбейтейік, да? Екі жағын бірдей 3y 4x бірінші теңдеу қалпында қала береді. Екінші теңдеудің оң жақ сол жақ екеуінде жаңа 3-пен көбейтейік. 3y қосылған 3x тең болады 150 болады. Енді екі теңдеуді бірінен бірін азайтайық. Y-тер кетеді. Сонда x тең 20 болады, да? X тең 20 болады. Сонда бір дәптердің бағасы 20 теңге екен, да? Жауабы болады. Келесі. Так, бірінші жағдайда не істейміз? Вот теңсіздіктің бүтін шешімдерін тап дейді. Бірінші жағдайда модульдің ішіндегі сан нөлден үлкен деп есептейік, То есть ол сонда 2x азайтылған 1 кіші және тең 5-тен 1 болады. Екінші жағдайда ол нөлден үлкен, нөлден кіші болсын, x азайтылған 1 деген. Сонда минус 2x қосылған 1 кіші және 5-тен 1 деген. Так. Енді бірінші теңдеуді орындайтын болсақ, мынау енді 1,2, 1,2, бірді былай қарай шығарасың ғой. 1,5-тен 1. 1,5-тен 1. Қойшы бітіп жазайықшы. 2x азайтылған 1 кіші 0,2, да? 0,2. Осыдан 2x кіші және тең 1,2 болады, да? 1,2 болады. Екі жағын бірде 2-ге бөлетін болсақ, бізде неше шығады? Мына жерде 2 деген қалып қапты ғой, балалар. Жақшаны ашып көбейткенде мынау 2 болады. Мынау да 2 болады ғой. Сонда мынау 2, мынау былай қарай 2,2 болады. Сонда x кіші және тең 1,1 болады, да? Hadi екіншісінде мына жерде минус 2x қосылған 2 кіші және тең 0,2. Осыдан минус 2x кіші және тең, бұлай шығады минус таңбалы, минус 1,8 болады. Немесе бұл жерде ол x үлкен және тең 0,9 болады, 0,9 болады. Енді сан өсіне белгілейді. Біріншісінде айтады, 2 үлкен 1,1. Бұл жерде 1,1 деген сан бар болса, 2 кіші 1,1-ден. Екіншісінен 0,9-дан үлкен. Бұл жерде мысалы 0,9 деген сан бар десек, 0,9-дан үлкен, былай қарай. Сонда екеуінің ортақ
мәндері немесе қиылысуы ол x жатады 0,9-дан x 1,1-дің арасында болады. Бүтін шешімдері дегеніміз қандай сан бар? Бүтін шешімі 0, 1 деген 2 сан бар. 0, 1. Е болады да? 0, 1. Д бола ма әлде? Жаңа 0 жоқ екен ғой. Бұл жерде просто 1 бар. 0 мына жақта ғой. 1 деген сан бар. Просто бүтін шешімі x тең 1 болады. Д болады. Сегізінші. Так, А3 минус 6-ға тең, Д7-ге тең болатын арифметикалық прогрессия берілген. 134 саны осы арифметикалық прогрессияның нешінші мүшесі болатынын анықтаңыз дейді. Арифметикалық прогрессияның жалпысы мынандай формуласы бар ғой. АН деген мүшесі ол А1 қосылған N минус 1 Д деген айырымы. Енді осыдан біз нені тауып алайық? А3 дегеніміз минус 6-ға тең. А3 дегеніміз бізде сонда ол А1 қосылған 2 Д ғой. А3 бізде нешеге тең? Минус 6-ға тең. А1 білмейміз. Қосамыз 2 Д дегеніміз 7-ге тең. Сонда мына жерде бізде А1 тең болады 14 минус 20 деген сан болады ғой деймін, бе? Минус 20 деген сан болады. А1 минус 20-ға тең. Енді жаңаға нені табайық? 134 саны дейді. 134 саны. 134 деген сан бар. Ол А1 қосылған N минус 1 Д ғой. Немесе 134 А1 дегеніміз минус 20-ға тең. Қосылған N минус 1 Д дегеніміз 7-ге тең. Да? Сонда 134 қосылған 20 мына жақта минус 7 плюс 7 болып кетеді, да? Не 7n болады. 7n болады. Бұдан так. 154-тен 7-ні азайтасың, да? Короче, бұл жерде n тең болады. 23 деген сан шығады екен ғой. Е болады. Так, мынандай теңдеудің нақты сандар жиынында шешіңіз дейді. Теңдеуді шешу керек. Теңдеуді шешсек, мынау соған теңдеу болады. Де. Бұлай жазуға болады. Қосымша белгісі кіргізу керек. X квадрат қосылған 2x қосылған 3 дегенде y деп белгілесек, сонда мына былай болып тұр міне. Y квадрат азайтылған y азайтылған 2 тең 0 деп. Осыдан y 1-2-ні табатын болсақ, 1 плюс минус түбір астында 1 қосылған 8 болады. Бөлеміз 2-ге. Сонда мынау 1
плюс минус 3 болады бөлеміз 2-ге. Бұдан y1 2-ге тең. y2 тең болады минус 1-ге тең. Минус 1-ге тең. Енді y-тің орнына минус 1-ді қояйық. То есть бұлай құрамыз. x квадрат қосылған 2x плюс 3 тең болады 2. Бұл жерден x квадрат қосылған 2x қосылған 1 тең болады 0-ге. Мынау x санының квадраттарының айырмасы ғой. X санының квадраттарының айырмасы болады, Тоқ x санының қосындысының квадраты болады. X қосылған 1-дің квадраты ғой мынау. Тең 0. Осыдан бізде жауап шығады. X тең минус 1 деген жауап шығады, Екінші y-тің орнына минус 1-ді қояйық. Сонда x квадрат қосылған 2x қосылған 3 тең минус 1. Бұл жерден x квадрат қосылған 2x қосылған 4 тең 0. Бұл жерде дискриминантын тапсақ, мынау 4 азайтылған 4, 4, 16, 0-ден кіші. Бұнда жаңағы түбір жоқ x-те. Сондықтан жауабы тек қана мынау болады. X тең минус 1. Жауап Е болады, Жауап Е болады. Келесі 10-шы сұрақ, Так, теңдеуді шешіңіз дейді. От теңдеуді шешеміз, Ол үшін қайтеміз? Теңдеуді түрлендіру керек, Түрлендіру керек. Бүйтіп түрлендірейік бұлай қарай. Үстінде бұлай болсын, логарифм 9-дан 4-тен 9-дан 4 болсын. Асты логарифм 9-дан 4-тен 5x азайтылған 1 болсын. Сосын кейін не істейміз? Енді бұлай істейміз. Екіншісі минус 2 деп бұлай қарай немететін болсақ, мұнан бүйтіп жазуға болады. Логарифм тең, давайте бұлай қойықшы. 2-ні бұлай қарай шығайық, минус 2 деп, Сонда үсті 1 деген сан шығады, сонда мынау бұна ұқсаған өрнек шығады. 1 тең болады минус 2 логарифм 9-дан 4 5x минус 1 деп. Минус 2 дәрежесі деп жазатын болсақ, мұнан қалай жазуға болады? Енді қалай жазуға болады? Жерді бұлай жазуға болады. 1 дегенді бұлай жазуға болады. Логарифм 9-дан 4 деп жазу керек. Мынау минус 2 дәрежесі болады ғой. Мынау минус 2 дәрежесі деген минус деген бір бөлінген болады. Сонда астында логарифм 9-дан 4 міне жерінде бір бөлінген 5x минус 1-дің квадраты болады.
Mына жерде 1 дегенimiz неме еді? 9'dan 4 қой, 9'dan 4. Сонда мына ұқсаған нәрсе шығып тұр енді. 4 бөлінген 9 тең болады 1 бөлінген 5x азайтылған 1-дің квадраты. Енді мынаны түрлендіріп алып кеп, жаңағы нететін болсақ, мына ұқсаған нәрсе шығады екен. 20x квадрат ұқсастарын біріктіргенде 20x квадрат минус 8x азайтылған 1 тең 0 деген. Бұдан x шығады. X шығады, ол минус 0,1 деген бір жауап. X шығады, екіншісі 0,5 деген. Так, X минус таңба болуға болмайды да. Сондықтан ол 0,5 кені болады. То есть жауабы А болады. Біз мынаны гені аламыз, жауабы А болады. Так, минус 0,1 алсаң, мына жерде минус таңбалы шығып кетеді. Логарифм негізі минус таңбалы болуға болмайды ғой. Так, значит, келесі. Теңдеулер жүйесін шеш дейді. Бұл жерде оңайда. Бірінші теңдеудегі x-тің мәнін астыңғы теңдеуге қояйық. Сонда 4 x-тің орнына қоямыз 5 қосылған 2y тең болады. Қосылған 9y тең болады 3-ке де. Бұдан 20 қосылған 8y қосылған 9y тең болады 3-ке. Мына жерде 17y тең болады минус 17-ге. Y тең минус 1-ге тең болады. Ал x тең 3-ге тең болады. Минус 1, 3 деген, е? Жауап е болады. Так, келесі. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Теңдеулер жүйесін шешу керек, да? Так, бірінші теңдеуді қалай жазуға болады? Бүйтіп жазуға болады, иә? Бірінші теңдеуді былай қарай жазуға болады. Логарифм 2x қосылған y тең болады логарифм 2-ның 4 дәрежесі деп жазуға болады, иә? Астында x қосынды деген сөз x санының көбейтіндісінің логарифм деген сөз. Сонда логарифм 2x көбейтілген y тең болады логарифм 2-де 2-ның 6 дәрежесі. Сонда мына жерде x қосылған y тең 2-ның 4 дәрежесі, x көбейтілген y тең болады 2-ның 6 дәрежесі. Немесе x қосылған y тең 16-ға тең, ал x көбейтілген y тең 64-ге тең.
Бұл теңдеуді енді қалай шешу керек екенін білесіңдер ғой. Сонда бұдан x 8 шығады, y тоже 8 деген сан шығады екен. Жауап е болады. Так, келесі. Так, теңдеуді шешіңіз дейді. Вот болды, котангенс минус 3х тең минус 1-ге дейді, иә? Сонда бұл жерде минус 3х минус 3х тең болады. Неміне болады? Минус 3х тең болады. Котангенс неше градуста неге тең болады? Минус 1-ге. Так, котангенс қойма жерде. Не жазып қойдым мен? Котангенс, да? Котангенс минус 3х тең минус 1 дегенді котангенс тақтың үстіне ғой минусты алдына шығарып жіберуге болады. Сондықтан ол котангенс 3х тең 1-ге болады, иә? Бұлдан 3х дегеніміз тең болады. Тангенс пен котангенс 45 градуста 1-ге тең болады. Пи бөлінген 4. Бөлесің жаңағы n пи, да? Екі жағын бірде 3-ке бөлсең x тең пи бөлінген 12 қосылған так n пи бөлінген 3-ке болады. Жауабы қайсы болады? Жауабы бізде болады с болады, с болады. Жауабы с болады. Так. Осымен талдауымыз аяқталды, балдар. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.